Жер бетінде 400 жылға дейін өмір сүретін акула бар екен білесің бе? Ол Гренландия акуласы. Бұл жануар солтүстік мұзы мұхиттың мұздай қараңғы суларында өмір сүреді. Ғалымдар кей акулалардың жасы 300-400 жыл болуы мүмкін дейді. Демек, олардың кейбірі қазақ хандығы енді құрылып жатқан кезде туған болуы мүмкін. Ең қызығы, бұл акулалар өте баяу өседі. Жылына шамамен 1 сантиметр ғана. Олар соншалық баяу қозғалады, тіпті кейде тірі тас деп аталады. Бірақ соған қарамастан жыртқыш. Ғалымдар олардың асқазанынан балық, итбалық, тіпті бұғы мен ағаю қалдықтарын тапқан екен. Тағы бір қызықты факт. Олардың денесінде улы заттар болады, сондықтан етін шикідей жеуге болмайды. Кей Гренландия акулаларының көзіне паразит жабысы өмір сүреді. Сол себепті олардың көбінің көру қабілеті нашар. Бірақ олар иіс пен судың тербелісі арқылы аң аулайды. Елестетіп көрші, қазір мұхиттың терең қараңғылығында бірнеше ғасыр өмір сүрген акула баяу жүзіп жүрген шығар.